Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы медико-биологиялық ақпараттарды алу үшін датчиктер мен электродтардың биофизикалық әсерін пайдалану. Сабақтың мақсаты медико-биологиялық ақпараттарды алу үшін қолданылатын электродтар мен датчиктер ұғымдарына түсінік беру. Медициналық биологиялық ақпаратты алуға арналған құралдар электродтар мен датчиктер. Электродтар адам ағзасында пайда болған биопотенциалдарды алу үшін, датчиктер адам ағзасында өтетін электрлік сигналдарына түрлендіру үшін қолданылады. Электродтар деп электр тізбегінің бір нүктесін сол тізбектің екінші нүктесімен қосуға арналған арнайы пішінді өткізгішті айтады. Биоэлектрлік потенциалдарды алынатын мүшесіне байланысты түрліше айтады. Мысалы, электрокардиография жүрек биопотенциалдарын зерттеу, электроэнцефалография мидың биопотенциалдарын зерттеу, электромиография жүйке бағанасы мен бұлшықеттердің биопотенциалдарын зерттеу. Сонымен қатар электродтар адам ағзасына электр сигналдарымен әсер ету үшін қолданылады. Датчиктер дегеніміз әртүрлі ақпаратты температураны, жылдамдық, дыбыс өлшеуге арналған құрал. Датчиктер электронды және механикалық болып бөлінеді. Электронды датчиктер сыртқы әсердің салдарынан өздерінің электрлік параметрлерін өзгертіп, тізбектегі ток пен кернеудің шамасына әсер етеді. Пайда болған электрлік шамаларды күшейтуге, тіркеуге қолдануға болады. Сондықтан оларды түрлендіргіштер деп атайды. Механикалық датчиктер медицинада жүрек қан тамырлар жүйесінің қызметінің зерттеудің әртүрлі әдістерінде қолданылады. Мысалы, электрлі манометрмен жүрек қуыстарындағы қан қысымы анықталынады. Электросфемография арқылы артерия және көктамыр пульстерінің қисығы алынады. Барлық датчиктер генераторлық және параметрлік болып бөлінеді. Генераторлық өлшенетін сигналдардың әсерінен тікелей кернеу мен ток өндіретін генерациялайтын датчиктер. Мысалы, оларға жататындар пьезоэлектрлік, термоэлектрлік, индукциялық, фотоэлектрлік датчиктер. Параметрлік өлшенетін сигналдардың әсерінен белгілі бір параметр шамасына өзгеретін датчиктерді айтады. Мысалы, оларға жататындар сыйымдылықтық, реостаттық, индуктивтілік. Жалпы медицинада адам ағзасында биопотенциалдарды тіркеп, адам ағзасына түрліше пішінді сигналдармен әсер етіп, олардың өзгерістері диагностикада қолданылады. Үздікті электр сигналдарымен әсер ету арқылы жүйенің функционалдық қабілетін арттырады. Назарларыңызға рахмет.